Сәлеметсіздер ме, студенттер? Топырақтану және геология негіздері пәнінен 6-шы дәріс. Тақырыбымыз топырақтану пәні және оның міндеттері. Қарастырылатын бірінші сұрағымыз топырақ құралу үрдісінің жалпы жобасы. Табиғаттың ғаламат туындысы ол топырақ. Топырақ жер қабығының ең үстін алып жатқан құнарлы қабаты. Топырақтың ерекше қасиеттерінің әсері осы ортада өсімдік өніп, тамыр жүйесі дамып, өсіп, жетіліп, фотосинтез арқылы органикалық заттар түзіліп, халыққа азық-түлік, өндіріске шикізат беруін қамтамасыз етеді. Сонымен бірге топырақ табиғи экологиялық жүйелердің басты құрамды бөлігі болып келеді. Топырақтың құрылысын, құрамын, қасиеттерін, пайда болуы мен дамуының заңдылықтарын, географиялық таралуын, қоршаған ортамен байланысын, табиғаттағы маңызын, топырақты жақсарту және құнарсызданудан қорғау, халық шаруашылығына тиімді пайдалану жолдары мен әдістеріне зерттейтін ғылымды топырақтану деп атайды. Топырақтану бұл топырақтың түзілуін және оның құрамы, қасиеттері және таралуын зерттейтін немесе талдайтын ғылым болып саналады. Топырақтану ғылымының негізін 19 ғасырдың аяғында орыстың ұлы ғалымы Василий Васильевич Докучаев қалады. Өткен ғасырдың басында топырақтану жаратылыстану ғылымының жеке жаңа саласы болып қалыптасты. Топырақтың негізгі ерекшелігі, басты қасиеті оның құнарлығының болуы. Топырақ құнарлығы дегеніміз, оның өсімдіктерді қажетті мөлшерде минералды элементтермен, сумен, оның тамырларын ауамен, жылумен қамтамасыз етіп, өсімдіктің өсіп, өнім беруіне мүмкіндік бере алатын қасиеті. Осы қасиетімен топырақ тау жыныстарынан, табиғаттың басқа денелерінен ерекшеленеді. Мұна суретке қарайтын болсақ, бұл жерде топырақтың жер геосферасында алатын орын көрсетілген, яғни бұл жерде әртүрлі геосфералармен қатынасы көрсетілген. Жердің планетарлық қабаттары, жер қабаты бұл жаңағы литосфера, газ қабаты атмосфера және су қабаты гидросфера түйісіп, әрекеттесетін шегінде топырақ жамылғысы, яғни немесе педосфера орналасқан. Топырақ қабаты жоғарыда көрсетілген планетарлық қабаттардың өзара қарым-қатынасының, осылардың туындаған ағзалардың әсерінен пайда бола отырып, жердің күрделі геосфералар жүйесінде айрықша қызмет атқарады. Топырақ кеңістікте орналасуына, пайда болуына, дамуына байланысты әлемдегі күрделі табиғи жүйелер, биогеоценоздың, экологиялық жүйенің, биосфераның құрамды бөлігі болып саналады. Енді бұл жерге қарайтын болсақ, топырақтың табиғаттағы орны мен маңызы, топырақтың атқаратын қызметтері көрсетілген. Бір жерде 5 жаңағы қызметі. Топырақтың құралу үрдісінің жалпы жобасы, табиғатта топырақтың құралуы өте ұзаққа созылатын құбылыс. Ол биологиялық, физикалық, химиялық процестердің қатысуымен жүреді. Топырақтың құралу және даму құбылыстары жер шарында өтіп жататын әр түрлі күрделі заттар және энергия айналымдарына араласып қатынасады. Ол айналымдардың бастылары геологиялық, биологиялық және биохимиялық. Енді осыларға тоқталып кететін болсақ, геологиялық зат айналымы үлкен кеңістікте байқалатын және ұзақ уақытқа созылатын ауқымды құбылыс. Топырақтану ғылымы тұрғысынан алғанда академик Ковда геологиялық зат айналымына келесідей анықтама береді. Ол яғни геологиялық зат айналымы дегеніміз жер қыртысының магмалық және шөгінді тау жыныстары мен минералдардың жер қыртысының қабаттарға бөлініп, үгілу қабатының, жер бедерінің пайда болу құбылыстарының және үгіліп мүжілудің сұйық, қатты және химиялық өнімдер ағымының құралуы, жер үсті, жер асты суларымен, желмен, олардың шоғырланып шөгу құбылыстарының жиынтығы. Геологиялық зат айналымы арқылы тау жыныстары үгіліп, шөгіп топырақ түзілуіне қолайлы жағдай тудырады. Келесі ол биологиялық зат айналымы. Бұл биологиялық зат айналымы дегеніміз қоршаған орта мен өсімдіктер мен жан жануарлар арасындағы қайталанып отыратын заттар және энергия алмасуы. Биологиялық зат айналымының өзіне тән ерекшеліктері бар және олар топырақ түзілуіне үлкен ықпал жасайды. Біріншіден, биологиялық зат айналымы кезінде тірі ағзалар алғашқыда тау жынысының, кейін топырақтың коректік заттарды іріктеп сіңіреді.
Одан соң ол заттар биологиялық өнім құрамына енеді. Кейін ағзалардың қалдықтары жер бетіне түсіп, және топырақ ішінде ыдырағанда қоректік заттар топыраққа қайтадан оралады. Екіншіден, осы айналымның нәтижесінде топырақтың жоғары қабатында биофильді элементтер шоғырланады. Келесі ол биогеохимиялық зат айналымы. Бұл жаңағы өзара келісімді жүйе ретінде кеңістікте және белгілі бір уақыт аралығында топырақтың тірі немесе өлі бөлігінде сатылап жүретін заттардың өзгерістері мен жылжу құбылыстары. Табиғатта топырақтың құралуы күрделі жағдайда жүреді. Топырақтың пайда болуы келесіде 3 кезеңге бөлуге болады. Ол яғни топырақ құралуының алғашқы кезеңі, келесі екінші ол топырақтың даму кезеңі, үшінші бұл топырақтың кемелденген, жетілген жаңа кезеңі. Топырақтың құралуының алғашқы кезеңі тау жыныстарына тірі ағзалардың қоныстануынан басталып, топырақ түзілуіне себепкер факторлардың қатысуымен жүреді. Осы алғашқы кезеңнің өзінде заттардың биологиялық айналымы қалыптасады, бірақ бұл айналымның көлемі шамалы болады. Топырақ құралуының алғашқы кезеңі барысында оның қатты бөлігінің көптеген белгілері болмайды. Топырақ әлі қалыптаспаған, тек оның құралуына дайындықтар жүріп жатқан кезең болып есептелінеді. Топырақтың даму кезеңі бұл басталуына жер бетіндегі экожүйелердің биологиялық өнімінің ұлғаюы себеп болады деп есептеуге болады. Осы кезеңде топырақта қоректік заттардың жинақталған қоры түзіледі, биохимиялық зат айналымы қалыптасады. Физикалық қасиеттер өзгеріп, топыраққа тән қасиеттер пайда болып, оның заттық құрамы айқындалады. Бұл сатыда топырақ өзіне тән ерекшеліктерінің барлығын өз бойына қалыптастырып, топырақ түзілді деп атай аламыз. Топырақтың кемелденіп жетілген кезеңінде топырақ бойында түрлі құбылыстар өзара үйлесімді кеңістікте және белгілі бір уақыт аралығында өтіп, заттардың биохимиялық айналымын құрайды. Оның әсерінен топырақтардың қасиеттерінің ұдайы толысып отыруы байқалады. Сөйтіп, топырақтың қасиеттерінің бір қалыпты, оның экожүйесінде қалыптасуының тұрақты болуымен қамтамасыз етеді. Осымен дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.